Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім әңгіме айтып жатқан кезде қасындағы адам түшкірсе, рас айтады. Осы хадис туралы имам Науави бұл хадистің санатында бәрі сенімді, тек қана бір кісіге қатысты әртүрлі пікірлер бар дейді. Имам Байхақи бұл хадисті мункар деп баға берген, сосын қабыл етпеген. Және де имам Табари бұл хадисті әлсіз деп есептеген, және де бұл хадисті тоқыма хадис деп баға берген ғалымдарда кездеседі. Қорытындылай келе айтарымыз, ислам дінінде ақиқат нақты дәлелдермен болады. Яғни Құран тілімен айтқанда бурхан дейді. Яғни нақтылық жоқ жерде күмән болады, жорамал болады, және де болжау болады. Құранда Аллах Тағала айтады: күмән ақиқаттың қасында түк емес. Сондықтан бір нәрсенің ақиқат екендігіне түшкіру жеткіліксіз болады. Осы орайда халықтың арасындағы түшкірген кезде рас айтады деген сөз осынау хадистен бастау алған десек те болады. Ал дұрысын Аллаға тапсырамыз.